Мына қарбыздың бағасы 250. 170. 170 теңге. Помидордың бағасы 250. Мына қазақша аты қалай еді? Банан. 800 теңге дейді банан. Мына қауын, тор қауын. Қанша бұл? 450 дейді килограммы. Сарғауындар 400. Мұнда сарғауын бар екен, 400-ден дейді. Сіздерде қанша? Комментарий жазып қойыңдар. 400 теңге. Мынау қанша килограмм? 70 теңге дейді килограмм. Мынау ана баклажан бұл қанша? 500 теңге дейді килограмм. Бұрыш дейді. Сосын мынау ана қызылша неше теңге келсе? 350 дейді. Төменге комментарий жазып, подписаться басып қойыңдар. Сіздерде қанша? Сіздердің қалаларыңызда соны да жазып отырыңдар. Асқабақ бар екен мынада. Асқабақ қанша? 500 теңге дейді килограмм асқабақ. Мынандай асқабақтарды мен бірінші рет көрдім, андай дәу асқабақтар көріп едім мен. Мынандай. Кілті қандай асқабақ екен. Мынау қанша? Сладкий перец қанша деді? 500 теңге дейді килограмм. 40 қабат қанша еді? Мені көрсетуім жіберім керек. 250 теңге дейді. Мені Иә, болды. Мына сары өрік бар екен. Өріктер қанша келсе? 800 мына екеуі. Мына груша бар. Анау бар. Мыналардың бағасы айтшы апа? 650 теңге екен. Солай. Сіздерде бағасын айтып отырыңдар. Өздеріңіздің қалаларыңыздағы төменге подписаться басып қойыңдар. Қоңыраушан басып қойыңдар.